Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз ғалам жер адам бөлімі материктер мен мұхиттар тақырыбына арналады. Сабақтың оқу мақсаты жоспар бойынша материктер мен олардың физикалық географиялық аймақтарының табиғат ерекшеліктерін анықтау. Балалар, сендер жер шары бетінің жалпы ауданы 510,2 миллион километрге тең екенін білесіңдер. Ол материктер мен мұхиттарға бөлінген. Сондай-ақ, ғаламшар бетінің 70,8%-ын дүниежүзілік мұхиттар алып жатса, материктер мен аралдар үлесіне 29,2%-ы келетіні мәлім. Олай болса, алдыңғы білімді еске түсірейік. Шамамен 250 миллион жыл бұрын жер ғаламшарында бір ғана материк Пангея болған. Ол Панталаса деп аталатын мұхитқа орналасқан. 180 миллион жыл бұрын жалғыз материк Пангея Лавразия мен Гондванаға бөлінді. Балалар, берілген сурет бойынша Гондвана мен Лавразия қандай материктерге бөлінгенін анықтаңдар. Дұрыс айтасыңдар. Лавразия материгі Солтүстік Америка мен Еуразияға, ал Гондвана материгі Оңтүстік Америка, Африка, Австралия мен Антарктидаға бөлінген. Қазіргі таңда 6 материк мантияның сұйық заты бетімен ажырап, қозғалуын тоқтатқан жоқ. Балалар, материктердің географиялық орнының ерекшеліктерін қалай анықтауға болады? Материктер жер бетінде біркелкі орналаспаған. Солтүстік жарты шарында олар 39%-ды, ал оңтүстік жарты шарда тек 19%-ын алып жатыр. Сол себепті жердің солтүстік жарты шарын материктік, ал оңтүстік жарты шарын мұхиттық деп атайды. Материктердің географиялық орнының ерекшеліктері. Солтүстік жарты шар материктері Еуразия мен Солтүстік Америка. Оңтүстік жарты шар материктері Оңтүстік Америка, Африка, Австралия мен Антарктида. Еуразия мен Солтүстік Америка солтүстік жарты шарының полярлық белдеуінен экватор маңына дейін созылып жатыр. Оңтүстік Америка мен Африка экваторды қиып өтеді, аумағының көп бөлігі экваторлық және тропиктік ендіктерде жатыр. Австралия тұтасымен оңтүстік жарты шарының тропиктік ендіктерінде жатыр. Антарктида оңтүстік полюс маңындағы поляр маң аумағын алып жатыр. Сонымен балалар, материктер түрлі ендікте орналасқандықтан күннен келетін жылу мен жарықты түрлі деңгейде алады. Материк табиғатының қалыптасуында оның ауданы маңызды рөл атқарады. Материк үлкен болған сайын, оның мұхиттан қашықтағы ауданы көбірек болады. Еуразия ең үлкен материк. Біздің отанымыз Қазақстан Республикасы осы материкте орналасқан. Еуразия материгінің ауданы 54,7 миллион шаршы километр. Халқы 5 миллиардтан астам. Бұл әлем халқының 70%-дан астамын құрайды. Ең үлкен көлі Каспий 396 мың шаршы километр. Ең терең көлі Байкал 1642 метр. Ең биік тау Гималай. Ең биік нүктесі Эверест Джомолунгма тауы. Жер бетінде ең ылғалды жер Үндістан. Черапунжи қаласында жылына 12 мың миллиметр жауын-шашын түседі. Еуразияның жануарлар әлемі өте ерекше. Бұл жерде барлық климаттық белдеулер мен солтүстік жарты шарының табиғат зоналары кездеседі. Бұл материкке барлық мұхиттар ұласып жатады. Африка ауданы бойынша Еуразиядан кейінгі екінші ғаламшардағы ең ыстық материк. Оның ауданы 30,3 миллион шаршы километр. Африкада әлемдегі ең үлкен Сахара шөлі орналасқан. Африканы дәл ортасынан экватор сызығы кесіп өтеді. Оның үлкендеу бөлігі солтүстік және оңтүстік тропиктердің арасында жатыр. Африка атауы осы материктің солтүстік бөлігінде өмір сүретін халықтарының атауынан шыққан. Солтүстік Америка көлемі бойынша Африка материгінен кейінгі үшінші орында. Оның жалпы ауданы 24,3 миллион шаршы километрді құрайды. Солтүстік Америка өсімдіктер дүниесі ерекше. Өсімдіктер әлемінің ең ежелгі өкілі секвойя осы материкте өседі. Өсімдік биіктігі 100-150 метрге және диаметрі 20 метрге дейін жетеді. Фаунасының өзгеше өкілі осы материкте тіршілік ететін қошқар өгіз, бір мезетте қошқарға да, қойға да ұқсайтын жануар. Оның денесінің ұзындығы шамамен 2,5 метрге, ал биіктігі 1 метрге дейін жетеді.
Оңтүстік Америка жердің батыс және оңтүстік жарты шарында орналасқан. Азғантай бөлігі солтүстікте жатқан үлкен материк. Оны ең ылғалды материк деп атайды. Әлемдегі ең үлкен өзен Амазонка осы материктен ағып өтеді. Оның 500-ден астам саласы бар. Анхель әлемдегі ең биік сарқырама. Ол оңтүстік америкалық Венесуэла мемлекетінің жерінде. Су құламасының биіктігі 1054 метрден асады. Австралия жер бетіндегі ең кіші, ең төмен орналасқан және ең құрғақ материк. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 330 метр. Австралия материктің бүкіл аумағын алып жатқан әлемдегі жалғыз мемлекет. Қазіргі уақытқа дейін бұл материкте таңғажайып өсімдіктер мен жануарлар сақталған. Өсімдіктердің 12.000 түрінің 9.000-нан астамы әлемнің басқа еш жерінде кездеспейді. Материкте осы күнге дейін көне жануарлар үйрек тұмсық пен ехидна сақталған. Австралияда мекендейтін жалғыз жыртқыш динго иті. Антарктида ең соңғы болып ашылған және ең ерекше континент. Ол барлық жағынан қуатты мәңгілік мұз жабынымен құрсанған жер. 99% мұздан тұрады. Антарктида жер бетіндегі тұрақты тұрғыны жоқ жалғыз материк болып табылады. Ендеше балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Семантикалық картаны толтырыңыз. Берілген нысандар қай материкте орналасқан? Нысандарға сәйкес келетін материктер тұсына плюс белгісін қой. Бағалау критерийлері: материктердің физикалық-географиялық орнын біледі, ерекшеліктерін семантикалық картада жаза алады. Дескриптор материктердің ерекшеліктерін семантикалық картада көрсетеді. Дұрыс жауабын тексерейік. Нысандар: Ніл өзені, Африка; Гималай тауы, Евразия; Бразилия, Оңтүстік Америка; Сахара шөлі, Африка; Амазонка өзені, Оңтүстік Америка; Секвойя, Солтүстік Америка; пингвиндер, Антарктидада; коала, Австралия; Қазақстан, Евразияда; Канада, Солтүстік Америкада; Сидней, Австралияда және айсберг, Антарктидада орналасқан. Материктің шеткі нүктесі. Әрбір материктің шеткі нүктелері болады. Материктің шеткі нүктесі бұл материктің құрғақ жер бітіп, мұхит басталатын жер. Картадан материктің шеткі нүктесін табу алгоритмі. Саған қажет сызғыш материктің физикалық картасы. Бірінші, сызғышты картада материкке көлденең қой, суретті қара. Екінші, сызғышты материктің көрініп тұрған бөлігіндегі соңғы нүктеге дейін оңға немесе солға қарай жылжыт. Үшінші, осы материктің шеткі солтүстік, оңтүстік нүктесі, оның координаттарын анықта. Төртінші, шығыс және батыс нүктелерін анықтау үшін де осы алгоритм қолданылады. Онда сызғышты картаға тігінен қою керек. Олай болса, балалар, екінші тапсырманы орындайық. Оқу атласын пайдаланып, Африка құрлығының шеткі нүктелерін тауып көр. Бағалау критерийлері: картадан материктің шеткі нүктелерін табу алгоритмін біледі. Дескриптор Африка құрлығының шеткі нүктелерін табады. Дұрыс жауабы: Африканың ең солтүстік нүктесі Тунистегі Эль-Абияд мүйісі, ең оңтүстік нүктесі оңтүстік Африкадағы Игольны мүйісі, ең шығыс нүктесі Сомалидегі Расхафо мүйісі және ең батыс нүктесі Сенегалдағы Альмади мүйісі. Қорытынды. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта материктердің физикалық-географиялық табиғат ерекшеліктерін және олардың шеткі нүктелерін анықтауды білдік. Олай болса, үй тапсырмасы ретінде төмендегі жоспар бойынша Евразияның физикалық картасын қолданып, кескін картаға құрлықтың физикалық-географиялық аймақтарын белгілеп, ерекшеліктерін жазыңыз. Бірінші, материк Евразия. Екінші, материктің географиялық орны. Үшінші, материктің шеткі нүктелерінің координаталары. Төртінші, физикалық-географиялық аймақтарын кескін картада белгілеңіз. Бесінші, материктің ерекшеліктерін жазыңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін мына сілтемелер берілген. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.